Жаңа тақырып ол аралас сандарды қосу және азайту. Біріншісі бөлімдері бірдей аралас сандарды қосу және азайту дейді. Бізге мына жерде мынандай мысал келтіріп тұр. 1,5-3 қосу 2,5-1 тең болады нешеге? Қараңыздар. Егер де біз бүтін сандарын алмай тұрсақ, бұл 5-3-ке 5-1-ге қосу деген сияқты ғой. Оңай болып тұр, сол үшін біз қараңыздар не істейміз. Мына бүтін сандары тұр ғой, аралас сандардың 1 мен 2 деген. Сол екеуін қосамыз, өйткені мына жерде қосу деген сан тұр. 1-ге 2-ні қоссақ 3 болады. Бөлімдері бірдей болғандықтан бөлімдері жазылып тұрады. Ал мына жерге немен нені қосамыз? Егер де 3 пен 1-ді қосамыз десеңіз, дұрыс айттыңыз, себебі мына жерде бірінші алым 3, екінші алым 1-ге тең. Сонда жауабы 3-ке 1-ді қоссам 4 болады, ал 1-ге 2-ні қоссам, мына жерде 3 болады. 3,5-тен 4 екен. Енді қараңыздар. Бөлімдері бірдей аралас санның қосындысын немесе айырмасын табу үшін оның бүтін бөліктерін қосу керек немесе азайту керек. Сосын барып бөлшек бөліктерін бөлек қосу керек. Сосын осыдан шыққан нәтижелерді қосып аралас сан түрінде жазу керек екен. Мына есепті шығарып көрейік. Біріншісі 3,6-дан 5 азайту 1,6-дан 1. Біз көріп тұрмыз 5 пен 1 алынатыны қазір. Сол үшін 3 пен 1-ді азайтайық. 3-тен 1-ді азайтсам 2 болады. Бөлімін жазып қоямын, себебі ол 6 да 6 тең болып тұр, ортақ бөлшек. Енді 5 пен 1-ді азайтамын. 5-тен 1-ді азайтсам, екеуінде азайту тұр. 4 болады. 2,6-дан 4 екен. Бірақ біз көріп тұрмыз, мынаны қысқартуға болады. Ары қарай қысқартып үйрену керек. Егер де нешеге бөлсек болады екен? Екеуінде бірдей 2-ге бөлуге болады. 4-ті 2-ге бөлсек 2, 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. Сонда 2,3-тен 2 жауабы. Ал үшіншісін жасап көрейік. Үшіншісін жасайық. 10,11-ден 9 азайту 4,11-ден 2 дейік. Бұл да оңай, ең бірінші біз мына бүтін сандарын азайтамыз. 10-нан 4-ті азайтсақ 6 болады. Бөлімдері 11-де 11, 11 деп жазып қоям. 9-дан 2-ні азайтсам, неше болады? 7. Сонда 6,11-ден 7. Мына қалғандарын да жасап көріңіз. Бірақ та мен мына төртінші мысалды көрсеткім келіп тұр. Мысалға 4,4-шісі 7,3-тен 2 азайту 3-тен 2. Бұны қалай шығарады? Мына жерде ешқандай бүтін сан жоқ. Ешқандай бүтін сан жоқ болса, бұл жерде 0 деп есептеймін. Сонда 7-тен 0-ды азайтсам 7 деп айтуға болады. Ал мына жерде 3-тен 2-ні азайтсам 0 болады. Сонда бізге жай ғана 7 болады. Немесе бұны бұлай басқаша ойлайық. Мысалы 7,3-тен 2 дегеніміз ол 7 бүтінге 3-тен 2 қосулы тұр. Біз содан 3-тен 2-сін, мына 3-тен 2-ні азайтып жатырмыз. Сонда 3-тен 2-ден 3-тен 2-ні азайтсам 0 болып қалады да 7-нің өзі қалып қалады екен. Оңай, ал енді келесі тақырыпқа кеттік. Бөлімдері әртүрлі аралас сандарды қосу және азайту. Бұл енді жаңағы жай сандарды, жай бөлшектерді қосуға, азайтуға ұқсайды, бірақ та бірінші қосудан бастайық. Және де бұнда тек өзгешелігі ол мына бүтін сандары бар екен. Біз аралас сандарды қосқан кезде мұнда айтады, бөлшек бөліктерін ең кіші ортақ бөлімге келтірілу керек, бүтін бөліктерінің және бөлшек бөліктерінің қосындысын жеке-жеке тауып, нәтижесін аралас сан түрінде жазу керек дейді. Қалай, соны көрейік есеп шығарып. 3,2-ден 1 дейік, қосу 1,6-дан 5. Бұны біз жаңа қылдырып жазуымыз керек. Жаңа дегенде мына бүтіндері бірдей, бүтін емес, мына бөлшектерінің бөлімдері бірдей болатындай жазу керек. Сонда екеуінің ортақ бөлімін табамыз ғой. 2 мен 6. Үлкенінен бастаймыз. 6 деген сан мына 2-ге бөліне ме? Бөлінеді. Сонда біз бұлай жазып қояйық. 3 бүтін, екеуінде бөлімі 6 болады деп шештік. Сол үшін 3,6-дан 1-ге қосу 1,6-дан 1-ге. 6-ны мына 2-ге бөлеміз. 3 болады. 6-ны 6-ға бөлеміз. 1 болады.
Сонда 1-ге 3-ті көбейтсем, мына жерде алымында 3 болады. 5-ке 1-ді көбейтсем, 5 болады екен. Тең дейміз. Енді, мына жаңағы біз өткен бөлімдері бірдей аралас сандарды қосу ғой. Сол үшін біз 3-ке 1-ді қоса саламыз жай ғана. Бөлімдері қала береді. 3-ке 5-ті қосамын, 8. Екеуін қысқартып жіберуге болады. 2-ге қысқартайық. Сонда 4 бүтін, 8-ді 2-ге бөлсем, 4, 6-ны 2-ге бөлсем, 3. Бірақ та біз мынаны көріп тұрмыз, бұл бұрыс бөлшек болып тұр, иә? Біз оны дұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, ол былай болады. 4 бүтін қосылып тұра берсін, мына 4 бүтініміз. 4-тен 3-ті басқаша жазайық. 4-ті 3-ке бөлсем, 1 бүтін болады, 4-тен 3-ті азайта салайым, сонда 1 болады. Өйткені 3-ке 1-ді көбейтсем, 3-ке 1-ді қоссам, 4 болады, 3-тен 4. Қайтадан шығып тұр. Енді, мынау енді оп-оңай. Егер де жай ғана мынандай бүтін санмен, бүтін аралас санның бүтін бөлшегін бір-біріне қоса саламыз. 4-ке 1-ді қосамыз, сонда 5 болады. Содан мына жай бөлшегін қасына тіркеп жаза саламыз. 5 бүтін 3-тен 1 болады. Тағы да бір мысал қарастырып көрейік. Сосын қалған 2 мысалды өздеріңіз шығарып көресіздер. Үшіншісі, 8 бүтін 4-тен 3 қосу 2 бүтін 8-ден 7 тең болады нешеге? Бөлімдері әртүрлі екен. Яғни бұлардың ортақ бөлімін табу керек. Мына үлкен саннан бастайық. 8 деген. 8 8-ге бөлінеді, 1 болады. 8-ді 4-ке бөлсек, 2 болады екен. Сондықтан біз бұны былай жазамыз. 8 бүтін 8-ден 1-денке деп жазайық, жаңа бөліммен. 2 бүтін 8-ден 1-денке. Енді мына 8-ді бөлейік. 8-ді 4-ке бөлсем, 2. 8-ді 8-ге бөлсек, 1. Енді алымдарын жазамыз. Мұнда 3-ке 4-ті көбейтсем, 6, 7-ге 1-ді көбейтсем, 7 болады. Сонда тең болады. Ал енді мынау кәдімгі жәнегідей ұқсас. 8-ге 2-ні қосам, 10, 8-дер өзі жазыла береді. 6-ға 7-ні қоссам, 13. Мынау да бұрыс бөлшек екен, е? Бұрыс бөлшекті қазір біз дұрыс қып жазып жібереміз, аралас қылдырып, е? 13-ті 8-ге бөлсем, 1 бүтіннен ғана болады. 8 13-ның ішінде бір-ақ рет қана бар. 8-ге нешені қоссам 13 болып кетеді. 5-ті қоссақ. Енді бүтін сандарын қоса саламыз. 10-ға 1-ді қоссам, осы жерде 11 болады. 11 бүтін 8-ден 5. Өздеріңізді тексеру үшін мына 2 мен 4-ті өздігінен жасап көріңіздер. Келесі, бөлімдері әртүрлі аралас сандарды қосу және азайту, бірақ та біз енді азайтуды үйренеміз. Азайтуда да осылай біз мысалы жазып алайық. 3 бүтін 5-тен 4 деп. Қазір осыны айтып отырып түсіндірем. 2 бүтін 5-тен 3 дейік. Ой, бұл жарайды. Мынау бүтін немелері бірде екен, е? Бөлшектері бірде екен бұл сандардың. 3 бүтін 5-тен 4 азайту 2 бүтін 5-тен 3. 3-тен 2-ні азайта саламын. 1, 5 пен 5 қайталанып тұр ғой, сол үшін 5 деп жазып қоямын. 4-тен 3-ті азайтсам, 1 болады. 1 бүтін 5-тен 1. Жарайды, бұл өтіп кетсін енді. Екіншісін жазайық. Екіншісі 7 бүтін 6-дан 5. Азайту 4 бүтін 3-тен 2. Қайтадан қараймыз. Бұлардың бөлімдері әртүрлі екен. 6 мен 3. Үлкенірек бөлімнен бастаймыз. Үлкенірек бөлім бізде 6. Тексерейік, 6 6-ға бөлінеді ғой? Я, 6 3-ке бөліне ма? Я, қалдықсыз бөлінеді. Яғни ортақ бөлімі 6 болады деген сөз. Сол үшін біз бұны басқаша жаңадан қып жазайық. Жаңа бөлімдермене 7 бүтін 6-дан 1-денке азайту 4 бүтін 6-дан 1-денке дейік. 6-ны 6-ға бөлсек 1, 6-ны 3-ке бөлсек 2. Сонда, енді алымдарын жазамыз. Мынанікі 5-ке 1-ді көбейтсем 5 болады, ал екіншісінікі 2-ке 2-ні көбейтсем 4 болады екен. Ал бізде қайтадан жаңағы бірінші бөлімдері бірдей есепке келдік. 7-тен 4-ті азайта саламын. 3 бөлімі жазылып қояды 6 деп. 5-тен 4-ті азайтамын, 1 болады. Сонда 3 бүтін 6-дан 1. Оңай, е? Ал енді біз бұдан тағы да 3-ші және 4-ші есептерді өзіңіз жасайсыздар. Ал келесісі біз натурал саннан аралас санды азайтып үйренеміз. Ол үшін біз натурал саннан аралас санды азайту үшін натурал санды аралас сан түрінде жазу керек. Қалай? Біз білеміз. Мысалға, мынандай есеп келіп тұр дейік. Қазір түсіндіріп отырып шығарайық.
7 азайту 5,4 дейді. Осындай есеп келсе, қиналып қалмау үшін былай істейміз. Аға, мынау 7 жай ғана бүтін сан екен. Сосын мына бөлшекке қараймыз. Осы бөлшектің бөліміне қараймыз. Мына 4 деп тұр. Яғни біз былай істейміз. 7 десе 7-ден 1-ді азайтамыз да, 6 деп жазамыз. Сосын мына жерде қандай бөлім тұр, сол бөліммен 4-тен 4 деп жазамыз. Екеуінің бөлімдері бірдей болу үшін. Сосын азайту дейміз де 5,4-тен 1 деп жазып қоямыз. Мынау 7 дегенді білдіреді. Себебі мынау 6, а 4-ті 4-ке бөлсем 1 қой. 1-ге 6-ны қоссам қайтадан 7 болып шығады. Яғни біз жай ғана оны басқаша қылдырып, яғни аралас сан түрінде жаздық. Ал енді азайта берейік. 6-тан 5-ті азайтамын. 1 4 өзі жазылады. 4-тен 1-ді азайтамын, үстінде 3 болады. 1,4-тен 3. Тағы да біреу жасап көрейік, е? Екіншісін шығарып көрейік па, әлде үшіншісін ба? Үшіншісін шығарып көрейік. Үшіншісін шығарған кезде былай істейміз. 12 азайту 9,8-ден 3 екен. Тең. Мына жерде біз қайтадан 12-ден 1-ді азайтамыз. 11 деп жазып қоямыз. Қандай бөліммен жазамыз? Мына жерде тұрған бөліммен жазамыз. 8-ден 8 дейміз. Азайту. Сосын мынаны көшіріп жаза саламыз. 9,8-ден 3-ті азайтып жатырмыз деп. Екеуі азайтылады екен. 11-ден 9-ды азайтсам, 9, 11, 2,8-ден 8-ден 3-ті азайтсам, 5 болады. Ештеңке қысқармайды, сондықтан біз 2,8-ден 5 дейміз. Мына 2 мен 4-ті өздіктеріңізден шығарып көріңіздер. Қазір мен ең соңғы нәрсені айта кетейін. Бұл натурал сан мен аралас санды азайтқанда, бірінші бөлшектің алымы екіншісінен кішірек болғанда не істеу керек дейді. Бұл есепті қазір көрсетейін. 6-шы есеп, ол 5,13-тен 6 дейік, азайту 2. Жаңағыдай мен үйреткендей, біз мына натурал санды аралас санға айналдыруымыз керек. Сондықтан біз 5,13-тен 6-ны көшіріп жазып қояйық. Минус дейміз. 2-ні қалай жазамыз? 2-ден 1-ді азайтамыз. 1 болады. Мынаның бөлімі 13 болса, 13-тен 13 деп жазамыз. Енді азайта берейік десек, 6-дан 13 азайтылмайтынын біз көріп тұрмыз ғой. Не істесек болады екен, е? Ондай кезде біз істейміз. Мына тұрған кішірек болып тұрған жерде біз 5-тің біреуін көмекке береміз дейміз. Ол үшін біз 5-тен 1-ді азайтамыз, 4 болады. Бөлімі әрқашан 13 болып, енді әрқашан дегенде ол жерде 13 болып тұрса, 13 болып қала береді. Енді мына 1,13-ті 16-ға берем деген сөз. 6-ны 6-ны қоссам 19 болады. Сонда 5,13-тен 6-ны біз 4,13-тен 19 деп жаздық. Өйткені 19-ды 13-ке бөлсек, мына жерге жазып көрсетейін. 19-ды 13-ке бөлсек, бізде 1,13-тен 6 болады. Осыған біз 4 бүтінді қоссақ, мына жерде тұрған 4 бүтінді. Онда бізде қайтадан 5,13-тен 6 шығады. Яғни бұл тең екен, біз жай ғана оны басқаша қылып жазып отырмыз. Енді азайту дейміз. 1,13-тен 13-ті көшіріп жазып қоямыз. Ал енді азайтылады. 4-тен 1-ді азайтамыз. 3,13-тен дейміз да, 19-дан 13-ті азайта саламыз, 6 шығады. Сонда 3,13-тен 6. Тағы да біреу шығарып көрейік, 7-шісін. 9,10-нан 3 азайту 4. Ең бірінші 4-ті аралас санға келтіріп аламыз. 9,10-нан 3-ті жазып қояйық. Азайту 4-тен 1-ді азайтам, 3 деймін де, мынаның бөлімі 10 болса, 10-нан 10 деймін. Тең. Қайтадан қараймын. Мына екеуі бір-бірінен азайтсам, азайтылмайды. Сондықтан мына бірінші аралас санды басқаша жазамын. Яғни бұдан да біреуін алып тастаймын, бүтіннен 8 деймін. 8,10-нан мына 10-ды үстіндегі алымға қоса салам. 10-ға 3-ті қосамын, 13 болады. Азайту 3,10-нан 10. Ал енді бұл тең нешеге? Оңай болды енді, оңай түрге келді. 8-ден 3-ті азайтамын. 5, 10-нан 13-тен 10-ды азайтсам, 3 болады. Екеуі қысқармайды, осылай қала береді. Қалған 8-шісін өзіңіз осы жерге шығарып көріңіз. Негізі мен айтарым, егер де көп есеп шығара берсеңіздер, мына ұзақ сияқты болып көрінбейді, сіз тезірек шығара бастайсыз да
практика сіздің миыңызды өте қатты жаттықтырады деп айта аламын. Сондықтан көргендеріңізге рахмет. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.